Ассалаумағалейкум, армысыз, құрметті көрермендер. Менің аты жөнім Бағдат Қайратұлы. Бүгінгі бейне жазғы трансферлердің басты болған трансферлер туралы сөз қозғаймыз. Екінші бөлім, яғни әр 3 күн сайын қазір трансферлер маусымы өзгеріп жатыр. Бұның бастамасы Реал Мадридтің аңызы болған орталық қорғаушы бұл Лука Модрич. 39 жасар Хорватия құрамасының ұлттық құрамасының мүшесі қазір Милан клубына ауысып жатыр. Милан клубына Модричтің берген сұхбаттарында Милан клубы жасөспірім кезінде Милан клубына жанкүйер болғанын осы кезден бастап айтып жатыр. Лука Модрич жалпы Милан клуб сапында 1 жыл келісімшартқа отырды. Лука Модрич жасы 39-да, яғни бұл Милан клубында 10-ші номер бос болмағандықтан 14-ші номерді иеленді. Жалпы Лука Модрич 14-ші номерде Тоттенхем клубының сапында, сосын Хорватияның ұлттық құрама сапында 14-ші номерде сәтті өткізген болатын. Лука Модрич жалпы берген Милан ТВ арнасына берген сұхбатында оның әйелі, 3 бала шағасы бар екенін айтып жеткізіп, және оларға өзінің бұрынғы әкесі, шешесі берген қарапайымдылық, жақсы тәрбиелерді мен бұл осы отбасыма, балаларыма беріп өтпекпін деген сұхбатында жалғастырды. Сұхбаттың соңында Лука Модрич Милан сапында мен әлі де ашпын, көптеген жетістіктерге, кубоктарға жеткіземін деген ойдамын деп Сан-Сиро стадионында Милан клубының барлық жанкүйерлеріне сәлемдеме жолдаған болатын. Бізде екінші трансфер болып қалады деген трансферлердің бірі бұл Ливерпуль клубының ойыншысы, шабуылшысы Луис Диас. Луис Диас, колумбиялық Луис Диас бұл Ливерпульдің басты сатқысы келмейтін ойыншылардың қатарына енеді. Жалпы Луис Диас трансферлік Ливерпульді кетуге ешқандай қарсылық көрсеткен жоқ, жалпы сатуға қарсы емес. Бұл Луис Диасқа, колумбиялыққа Бавария, Бундеслигадан Бавария клубтары қызығып жатыр. Себебі Бавария клубы осы аптаның 2-ші күні бір мәрте келісімге жіберген болатын, 60 миллион евроның қатарында. Бірақ ол келісімнен Ливерпульден жаңағы қарсылық білдірді, жібермеді, ол сумаға келіспеді. Себебі Ливерпуль клубы бұл Луис Диастан үлкен жоғарғы ақшаны бағалайды, яғни бұл 100 миллион евроның көлемінде. Бавария клубы Луис Диасқа неге қызықты? Себебі бұл жерде бірінші негізгі құрамда ойнайтын ойыншылар Томас Мюллер, Лерой Сане, Джамал Мусиала бұлар жарақат алып қалған болатын. Сол себепті осы Луис Диасқа қызықты. Луис Диасқа тағы да қызық отырған клубтардың бірі бұл Барселона футбол клубы. Барселона клубы жалпы Луис Диасқа осы 1 жыл бұрында қызыққан болатын. Барселона клубы 80 миллион евро жаңа ақша ұсынды. Бұны Ливерпуль клубы жалпы ойланып жатыр. Негізі бірақ 100 миллион евродан қатып қалған секілді. Луис Диас жалпы Премьер-лигада 36 матч ойнады, ойын өткізді, оның 13 гол салып өткізді. Тағы да болып қалады деген трансферлердің бірі 50-70% өзінің көрсеткішіне уже болуына 100% көрсеткішіне 60%-на жеткен. Бұл Наполидің қызық отқан ойыншысы уидинезалық Лоренцо Лука болып саналады. Жалпы жасы 24-те. Луканың жалпы Лука 36 матч өткізген, 14 гол соққан. Лоренцо Лукиді Наполи командасы шаблоншыны күшейту арқылы 9 миллион сатып алуына 26 миллион евроны жұмсап отыр. Атлетика Мадрид клубы Ботафагодан Тиаго Альмаданы өз ойына қатарына қосып алды. Бұл Зенитпен екеуі жарысқан жарыста Атлетиканың Мадриді жеңіске жетті бұл ойыншы үшін. Тиаго Альмада жалпы Ботафого командасынан келді. Оның трансферлік құны әзірге белгісіз, бірақ 35-40 миллион евро қатарында алынды деген сыбыстар бар. Ресми матчтарда жалпы көрсеткіші жаман емес. Бұл Тиаго Альмадаға Атлетика Мадридті сәттілік тілейміз.
еркін трансферге шығарған ағылшындық клубтағы Ливерпуль клубы тағы да бір шабуылшы, уругвайлық шабуылшыны сатпақшы. Жалпы оның көрсеткіші өткен және соңғы 2 жылдықта жалпы көрсеткіші өте төмен. Бұл Дарвин Нунеске жалпы уругвайлық Наполи командасы қызыққан болатын, бірақ оның бағасы тым жоғары болғандықтан, жаңа ғана сіздердің осыны айтып өткен Наполи Лоренцо Лукконы алып қойғандықтан бұл трансферден бас тартты. Жалпы Дарвин Нунеске қазіргі уақытта саудиялық клубтар қызығуда, және оның әрі қарай шешімін Дарвиннің өзі шешеді. Дарвин жалпы 24-25 Англия ағылшын премьер лигасында 26 матч өткізген, оның 5-еуін голмен, 2-еуін ассистпен аяқтаған болатын. Жалпы Ливерпуль клубы бұл трансфер маусымда өте бомбалық трансфер жасап жатқан жайы бар. Бұны атап айтатын болсақ, Виртс, Милош Керкеш, Фримпонг атты мықты ойыншыларды алып жатыр. Бұдан бөлек орталық шабуылшы дейміз, жаңағы Александр Исак пен Ньюкаслдағы Экитекеге, Айнтрахттағы Экитекеге қызығып жатыр. Қазіргі уақытта белгісіз, бірақ Исакқа 120-130 миллион евроны ұсынып жатыр, ал Экитекеге 75 пен 80 миллион евроны ұсынып жатыр. Исак пен Экитекенің трансферінің жаңағы олардың нәтижесі, жемісі Экитекені алып қалу басымдылығы көбірек болып тұр әзірге. Бірақ Ливерпуль клубына Александр Исакты мен қалар едім, өйткені өте шабуылшы, голды көп соғатын ойыншы, ертең Лига чемпионаттарда да жақсы көмегін тигізер еді. Жалпы Ливерпуль клубына, жанкүйерлеріне, жалпы барлықтарына осындай жақсы ойыншыларда сәттілік тілейміз, жақсы трансферлер болсын деп тілейміз. Белгілі болған Фабрицио Романо инсайдердің айтуы бойынша, Манчестер Юнайтедтің ойыншысы, жартылай қорғаушысы Гарначо бойынша. Гарначо жалпы клубтан кеткісі келеді, клубтан кеткісі анық, бірақ әрі қарай осы Англия премьер лигасының клубтарының бірінде ойнағысы келетінін ашық жеткізген болатын. АПЛ-дың тағы да мықты клубтарының бірі Манчестер Сити трансферлерін жасап, ортасын толықтыруда. Бұны атап айтатын болсақ, Свере Найпан 18 миллион евроға сатып алынды. Жалпы Найпан өзінің айтуы бойынша Манчестер Сити олы командаға келгеніне қуаныштымын деп айтты. Жалпы осындай жаттықтырушысы бар Пеп Гвардиолаға мені үлкен осындай аңыз ойыншы аталатыныма сенімдімін дейді. Жалпы Свере Найпанның жасы 18 жаста. Жас талантқа Манчестер Ситиде сәттілік дейміз. Жалпы мен арнамда осындай трансферліктер және әр Англия премьер лигасының чемпионаттарына қорытынды болжамдар жасайтын боламын алдағы уақытта. Осы жылы осы арнамыздың ашылуына 2-3 ай болғандықтан мен білмеймін, футбол көріп жүрдім басында, бірақ осындай трансферлердің көп болғанын мен алғаш рет көрдім бе, әлде осындай болатын еді? Сіздер пікірге өзі пікірлеріңізді айтып кетсеңіздер. Жалпы трансферлер өте жақсы болды. Жаңағы алдыңғы айдарда да айтқан, алдыңғы бейнежазбада да. Ол кезде Ливерпульдің енді кәдімгідей қолмақты ақша жұмсап жатқаны таң қалдыра қоймайды. Ливерпуль Экитекені алсын ба, әлде Александр Исакты алсын ба? Ливерпуль жанкүйерлері пікірге жазыңыздар, активны болайық, жақсы пікірлер қалдырыңыздар. Жақын арада көптеген осы бір апта, 2 апта көлемінде чемпионаттар басталатынына, үздік чемпионаттың басталуына аз уақыттар қалды, және алдағы уақытта да осы айдарды, осы бейнежазбаны 3-ші бөлімін түсіретін боламыз. Жалпы өздеріңізге белгілі, соңғы уақытта Еврокубокте Қазақстан клубтары, қазақ еліміздің клубтары өнер көрсетті. Қазір алдыңғы қатарда жақсы өнер көрсетіп жатқан Қайрат пен Астанаға әрі қарай да жеңіс тілейміз. Өкінішке орай Ордабасы мен Ақтөбе жеңіліске ұшырады. Ақтөбе басымдылықпен ондай қатты ойынды беріліп қойды деп айта алмаймын. Легияның бұл жерде ойынның бюджеті, олардың ойыншылардың сапасы, олардың менеджменті жалпы басымырақ болды. Сол себепті жоғары болғандықтан
Ақтөбеге Легияның қарсылас болғаны жолы болмады деп айтуға болады. Ал Ордабасы білесіздер, өздеріңізге белгілі ғой, жаңалықта естіп жатсыздар. Жалпы келесі қандай Еврокубок болмасын қатыспағаны дұрыс деп жатыр. Білмеймін, ол туралы өздеріңіздің пікірлеріңізді айтыңыздар. Жалпы Қазақстанға жақсы академиялар керек, академияларды көбейту керек. Соңғы 5-10 жылда сол жас таланттар, 5-10 жасар өзіміздің қазағымыздың балдары ертең Қазақстанның футболын дамытатын болады деп сенеміз. Жалпы біздің бейнежазба ұнап жатса, қазақ тілді арнамыз ұнап жатса, сіздер тіркеліңіздер, löпіл басыңыздар, жақсы қандай ойларыңыз бар, қандай клубқа қандай трансфер жасалғаны қалайсыздар, соны пікірге жазып кетіңіздер. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.